Biz amан-есен Шымкент шаһарына келдік. Әділетті Қазақстаннан әділетті талап ету үшін келіп отырмыз. Біз өзіміздің қылмыстық ісіміз бойынша Шымкент қаласының полиция департаментіне келдік. Генералға жолығуға. Генерал енді қазір уақытта бізді қабылдай ма, қабылдамай ма, қазір уақыт көрсетеді. Алдағы уақытта салатын боламыз. Шымкент қаласының полиция департаментіне барғам генералға жолығуға. Бірақ өкінішке орай генерал бос емес екен. Түстен кейін 3-те қабылдайтын болды. Енді біз қазір Шымкент қаласының қала прокурорына келіп тұрмыз қабылдауына. Әрі қарай қазір көретін боламыз. Қабылдай ма, қабылдамай ма? Biz eksterni kelib turibmiz. Жазыласыздар, ол әріпсіздігінің қала прокурор қабылдау күнінде қабылдайсыздар. Қазір жазасыңдар, қазір қала прокурорына келіп отырмыз, арнайы прокурорға қабылдауын. Бірақ қазір жібермей жатыр. Жоқ, оны жібермей жатыр. Бірнеше рет мен хат жолдағанмын, бірақ мен хатыма бүгінгі күнге дейін мазмұнды жауап бермей отыр. Әлі күнге дейін біздің хаттарымызға жауап жоқ. Бұл санкцияны бір реттен тергеу алған жоқ. Біздің адамымыз қамауда жатыр, әйел адам, екі алады. Biz alğaçta transferin gezimizde uyğamaktan geliyor. Oğlan da gelген жоқ. Neka 4 ayda bir tergov almadı. Жүз шағым түсіреміз. Нағашыма жүгіп бараттық. Судовға барып та жаңағы неге. Қамаудағы адамды қорқытып, өкітіп, арыз жазып алады. 160 жазған шағымды қайтарып алу туралы арыз жазып берші. Бұл неге басқа ол? Тәртіп жүргізуші. Адвокаттың қатысуынсыз санкцияны 4 айға ұзартып отыр. Основание жоқ. Қандай себеппен? Я іс материалын танысатында біз әлі тергеу басталған жоқ. Тергеу жоқ, допрос жоқ. Біз қатыспадық. Ол қалай тергеу болып жатыр? Адам тағдыры бұл жерде деген. 4-ші қашан создыңыз? Жасыратыны бар ол прокурордың біздің телефонмен кіргенге. Әлде бір алаңдайтын нәрсесі бар ма? Ондай кабинетте кіруге қорқатын болса, прокурор ода шықсын да. Біз қазір барып соны көрсеткім келіп отыр. Сонда неге түсірмақсыз? Көріп отырмын түсірмақтан. Мен сізге тағалет жүріп отырмын. Мен сізге тағалет. Басқарма бастығы орынбасары. Мысалы, жүдалдымен біз шағым түрін тергеушінің әрекетіне жүдалды бойынша тергеушілер звондайды, біз арызыңды ал дейді, алмайын десек, баратта қамауда отырған Елмиратованы қыса берді. Тек қамауда отыр, мен қазір анаяқа жіберемін, ағайын туысқандар жүргізбей, жағдайы нашарлатам, мен үйде қаладырып, әлсіз ол уақыттың тамағын іше алмай жатыр, сырттан тамақ тұтып отыр. Сол ретте арыз жазып берді, адвокаттардың жүдалдымен берген шағымдарын қайтарып алу туралы дейді. Олар басып шақыртып, қылғанды қандай болып, ол содан жазып алады, апарып тергеу сотына береді, тергеу соты қараусыз қалдырып основание одан кейін біз келдік, біз қорғауымды адамнан білдік, не себепті арыз түскенін. Содан кейін осындай қысым көрсетті. Мен мәжбүр болдым жазуға. Мен үйге тамақ керек, мен кім Ақтали деген тергеуші. Тергеушісі қазір қауіпсіздік комитетінде де берді, антикорпада берді, тәртіп қозғалып жатыр. Неге ол орынға жаңағы изоляторға кіреді, ол тергеу амалдары болып жатқан жоқ. Ол адамға неге жолығады, сосын өзім ұялы телефонмен жаңағы гүлжанға беріп, туысқандарың айт, адвокатқа звондап арызын қайтарып алсын. Ол туысқандар мағанша көнбеден. Ана гүлжанға туристерден, ол не деген масқа ол тергеуші ойына келген істеп отырмын. Қазір біз Шымкент қаласы прокуратурасына келіп, басқарма бастығымен қабылдауында болдық. Енді біз бұған дейін де аудан прокурорына қамауда жатқан азаматшаны үйқамақ түріне ауыстырып сұраған, бірақ бас тартылған болатын. Содан кейін бұған келіспейміз. Осы қаланың прокурорына берген, әлі күнге дейін бізге жауап берілген жоқ. Бірақ басқарма бастығына жаңа арнайы келген кезде тағы да қосымша арыз тұруды, қайтадан арыз тұруды. Екінші рет біз қайтадан арыз берейік деп отырмыз. Бірақ аудан прокурорынан бас тартылуды біз жаңа осы шағымға тіркеп берген болатынбыз бұған дейін, бірақ бүгінге дейін оның жауабы жоқ. Мен тағы да қазір шағым береміз. Енді басқарма басшылығының өзінің қадағалауына аламыз. Міндетті түрде тез арада, жақын арада жауап береміз деп. Енді оған да сенеміз бе, сенбейміз бе, енді уақыт көрсетеді оны. Қазір табыстаймыз. Biz қазіргі уақытта Шымкент қаласының полиция департаментіне шықтық. Өзіміздің барлық уәждерімізді генералдың алдына кіріп қойдық.
енді өздерінің қадағалауына аламыз деді, және де қосымша арыздар түсіруді, яғни өзіміздің адамымызды үй қамақ түріне ауыстыру туралы мәселе көтердік. Және де мына тергеудің заңсыз жүріп жатқаны, яғни тергеуші біздің құқықтарымызды бұзып, қорғаушыларды қатыстырмай, керісінше осы жердің мемлекеттің тарапынан тағайындалған қорғаушыларды тағайындап, соны кіргізіп жатыр, яғни бізді шеттетіп жатыр. Осы мәселе бойынша генералдың алдында осы мәселені көтердік. Генералға арнайы біз не бердік, енді алдағы уақытта бізге енді жазбаша түрде жауап қайтаратын болады. Алдағы уақытта саламыз ол мәселе бойынша. Формальдия не үшін? Міне қазір прокуратура қала прокурорына келдік. Бізді қабылдауға прокурорға кіргізбей жатыр. Басқарма басшысына ғана кіресің деді. Бірақ басқарма басшысына телефонмен кіруге болмайды дейді. Неге? Бұл менің жеке мүлкім ғой. Мен мүлкімді өзіме бірге алып жүруге қандай шектеу қойылған? Шымкент қаласының Әл-Фараби аудандық тергеу басқармасына, яғни полиция басқармасына келдік. Бұл жерде тергеуші жолшы бізді арнайы беттестіру әрекеттерін жүргізу үшін шақырған болатын. Бірақ міне бүгін көріп отқандай тергеуші шақырып алып, тергеу амалдарын жүргізбей отыр. Яғни беттестіретін адамның жоқтығын айтып отыр. Біз арнайы Алматы қаласына хабарласып, бүгінге келетін ескертілу жасалған, өзі де шақырған болатын, бірақ өкінішке орай тергеу амалдары болмады. Негізі мына тергеу амалдарының көптеген заң талаптары өрескел бұзылғанына байланысты, және де біздің осы тергеу амалдарынан көптеген істерге шектетілуімізге байланысты бағана өзіміз генералға кіріп, осы мәселенің бәрін жазбаша түрде, ауызша түрде ескертілді, айтылды. Енді алдағы уақытта тергеушіге қатысты тәртіптік іс қозғалатынын және тексеріс істер жүргізетіндігін хабарлап бізге айтты. Енді алдағы уақытта бұл тергеушінің әрекеті айқындалған кезде біз жариялайтын боламыз. Енді мен бұл мәселені не үшін айтып отырмыз? Арнайы мен Шымкентке келіп отырмыз. Осы Шымкент қаласының полиция департаментінің назарына аударғым келіп отыр. Және де мына ішкі істер министрлігінің бас прокурордың, осы Шымкент қаласының қала прокурорының, Әл-Фараби ауданы прокурорлары осындай тәртіпсіздікті кішкене тыйса, тергеу амалдарына кішкене назар аударса, объективный тергеу амалдарын жүргізсе, өйткені бұл адамның тағдыры, сондықтан адамның тағдырына бейжай қарамаса екен деген біздің тілегіміз бар. Жақсы сау болыңыздар. Бүгін міне тергеуіміз аяқталды. Ешқандай тергеу болмаса да қабылдауларда болдық. Енді алдағы уақытта тағы да жариялайтын боламыз. Қайырлы кеш, достар. Бүгінгі біз Шымкент қаласындағы бір күндік іс-сапарымыз осымен аяқталды. Бүгін енді әріптестерімнің бірге отырып, көптеген мәселенің қарадық. Яғни полиция департаменті генералмен кездесуіміз болды. Көптеген басшылармен кездестік. Әл-Фараби аудандық полиция басқармасының тергеушілерімен кездестік. Және де Шымкент қаласының қала прокурорымен кездесіп, өзіміздің көптеген заңсыз әрекеттер жасалған мәселемізді шешіп, және де қосымша арыздар түсіріп, енді алдағы уақытта нәтижесін көретін боламыз.